Мейрам Мырзахметұлы Ғибаділов 75 жаста. Мерекелік мерейтой қарсаңында ардагер судьяны әріптестері ерекше жылылықпен құттықтап, жылы лебізін жеткізді. Жалпы Мейрам Мырзахметұлының есімін білмейтін ақмолалық кем дегем. Себебі ол саналы ғұмырының тең жартысын елге, сот саласына арнады. Бүгінде еңбегінің зейнетін көріп отырған абыз ақсақал. Сонда да үйде қол қусырып қарап отырған жоқ. Әлі де сапта қоғамдық жұмыстың ұйытқысы, жанашыры, әрдайым бел ортасынан табылатын еңбекқор жан. Өмірде әділ бол, заңдылыққа бағынған адамдар қайда бар? Сот саласында сондықтан Свердловский юридический институтында атайтып тұр ғой қандай екен. Содан кейін адвокат болып бастадым, үйден бастағаным адвокат деген қызмет. Қай мемлекетте болса да үлкен жоғары дәрежелі қызмет деп саналады. Шетелді қараңыз, көп мемлекеттің президенттері бұрынғы адвокаттар. Сол бірінші саты сияқты, содан кейін адвокатурада бір 5 жыл істегеннен кейін менің қызметімнің сапасын көріп, басшылар судья бол деп ұсынды. Жүрексіндім, жаспыз ғой. Сонда да жұмыс істей аласың, баста дегенсің. 26 жасқа жаңа ғана келгенде Саудан деген аудан болған. Соңында соттың төрағасы болып шығып содан кейін бірнеше соттың төрағасы болып. Бір кездері Қатардағы қарапайым судья бүгінде ел ағасына айналған. Бала Мейрамның арманы судья емес еді. Ол қолына қағаз, қаламын ұстаған журналист болғысы келіпті. Оның өзіндік себебі де бар. Өзім бұрынғы Көкшетау облысы Қызылтау ауданының тумасымын. Аудан орталығы Қызылту дейтін, қазір Солтүстік Қазақстан облысы Уәлихан ауданы Кішкене көл деген үлкен ауыл. Ауыл деуге аузым бармайды, үлкен қала ғой кезінде. Сол жерде 11 класс бітіргенмін. Аса менің мақтанып өмірде әрі жақсы игі істерге мені жолдама берген сияқты себеп, мен бірінші классқа барып атқанда Сәкен Жүнісов деген жазушы, ол 10 класс бітіріп жатты. Бір мектептің түлегіміз. Және біз көрші тұрдық. Үй арасы үй жоқ, үйлеріміз әлі тұр сол. Сол кісілердің жанұясы қазақ тіліне сол кезде бізді Совет империясының қылышынан қалған там туралы біз қазақша сол кезде үйрене бастадық. Оның әкесі Сәкен Жүнісовтың Нұрмаға Жүнісовтың ақсақ. Сол ауданның оқу саласының іргетасын қалаған, Заврайында болған, қазақша жанұясы түгел сөйлейтін. Өзімнің жеке басымның пікірі қазақ тіліне деп айтқан сөзге ана тілі деп қосқан дұрыс деп санаймын. Ана тілін бала кезінен ананың сүтіменен рухына сіңдірген адам нағыз қазақ, нағыз жақсы адам болады деп санаймын. Сол себептер болды. Мен мектепте жүргенде Сәкенге қарап, мен де журналист болайыншы деп. Сол бірде 11 класты бітіріп тастадым. Оған дейін кішкене пікірім өзгерді. Журналист болу үшін өмірді жан-жақты білу керек адам. Көп жақсы қасиеті бар адам. Журналист болады. Соны ойланып отырдым да, мен өмірді білмеймін, не туралы журналист. Өмірді қай жерде білуге болады? Заңгерлік жұмыста. Сондықтан ол кезде Совет үкіметі бар, Свердловский юридический институт деген болды. Соны бітірдім. Мейрам Мырзахметұлы сот саласындағы мықты мектептің шәкірті. Ол білікті ұстаздарының арқасында шыңдалып жұмысқа тез бейімделген. Оған алғашқы қызметі де себеп болған. 5 жыл адвокат болып істеген тәжірибем зор ықпал болды. Жүрексініп кетеді екен, егер заңды жетік біліп тұрсаң, шешендігің керек деңгейде болса, заңды жақсы болса, орыстың бір мақалы бар, не бой горшке обжигает. Содан ойландым, мен қорғанды істеп жүрген ғой. Тиянақты болсаң, заңды дұрыс білсең, заңға әбден берілген адам болсаң, жұмыс істейсің. Және судьяға
жақсы қасиеттің иесі болу керек. Менің үйренген ұстаздарым бәрі деп айтуға болады көбі. Сол кезде майданнан келген майдангер заңгерлер судья болды маған енді. Ең жақсы ұстаздар солар. Олардың жанында жүріп, нашар адам болып, нашар судья болу деген мүмкін емес. Менің ең бірінші ұстазым осы портретте артында Құрмашев Ислам Ғазизов деген аудандық соттың төрағасы, өзінің секретары болған. Қарттары бар елдің қазынасы бар деген жақсы дана сөзі бар. Мейрам Мырзахметұлын айтатын болсақ, ол кісі енді көп жылдар бойы осы өмірдегі талай белестерді табысты өтіп, бұл күнде сот жүйесінде алып бәйтеректей тірек болып отыр. Жұмысын бастап жүрген сот жүйесіндегі судьяларымызға үлкен тірек болып отыр. Енді құрметті демалысқа шыққаннан кейінде ол кісі жаңағы сот жүйесінде белсенді жұмысын атқарып, осы күнде судьялар ардагер кеңесінің басқарып, осында сот жүйесінде Ақмола облысында сот жүйесінде жұмысын жалғастырып келе жатыр. Енді әріптестер арасында парасаттылықтың, адалдықтың, әділеттіктің үлгісі болып, жаңағы біздің көп әріптестерге үлгі көрсетіп, өнеге болып келе жатыр. Ақмола облысына енді бірінші рет өзім осында келген кезде Мейрам Мырзахметовпен танысқан болатынмын. Сол кезде өзі жаңағы еңбек демалысына шыққаннан кейін өзінің істеген жұмыстарымен таныстырған болатын. Ол жұмыстардың бәрі әріптестер білет, бүгін күндегі Ақмола облысы сотымыздағы керемет мұражай. Ол кісінің енді тарихқа деген, оның алдында жұмыс істеп кеткен әріптестерге деген тағзым етуі, ол кісілерді еске алуы, ол кісінің сондай міне жақсы өзінің бойына сіңген қасиеттерінің белгісі деп білу керек. Мейрам Мырзахметович очень ответственный, порядочный человек. Этому свидетельствует то, что он, имея на сегодняшний день свой кабинет в здании областного суда, являясь председателем Совета ветеран Акмолинской области среди судей Акмолинской области, продолжает осуществлять свою деятельность. И были моменты, когда Мейрам Мырзахметович, находясь у себя в кабинете, приходит или звонит ко мне и продолжает отпрашиваться с работы. Это действительно показывает о его очень таких повышенных чувствах ответственности, очень порядочности его. Вот такие моменты очень, конечно, молодое поколение именно нас призывает к большой ответственности, к работе. Мейрам Мырзахметұлын осы 75 жасқа толған мерейтоймен шын жүректен құттықтаймыз. Өзіне зор денсаулық, қажымас қайрат, күш-жігер тілейміз. Отбасына бақ-береке тілейміз. Қуанышты күндері көп болсын. Ұжымда кейіпкеріміздің мәртебесі биік, дәрежесі жоғары, жас судьяларға ұдайы көмек көрсетіп, тәжірибесімен бөлісті. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы құқықтық насихаттау жолында белсенді жұмыс жүргізді. Міне, осындай іскерлігін артынан ерген інілері де өздеріне үлгі тұтады. Мейрама Мырзахметовича Гибадилова я знаю уже практически 30 лет. Я познакомился с ним в далеком 1992 году, когда я был назначен на должность судьи Кокшетавского городского суда. В то время он уже был одним из председателей районных судов области. Насколько я помню, он был очень авторитетным, уважаемым человеком. На тот момент его многие знали как сурового, но справедливого судью. Поэтому мы с тех пор с ним знакомы. И уже в 1999 году, когда были назначены на должность судей Акмолинского областного суда, мы с ним с тех пор вместе отправляли правосудие, выезжали в командировки, рассматривали дела. И с тех пор мы относим друг к другу как два старшие и младшие братья. Вообще Мейрам Мырзахметович является примером честности, квалифицированного профессионализма и является примером для многих молодых судей области. Нағыз судьяның бойында өте көп жақсы қасиет болу керек, киелі. Біріншіден отансүйгіштік.
өзінің қызметіне, жұмысына адал, беріліп істейтін адам. Тиянақтылық, соны тек қана жақсы қасиеттер мойында болса, сонда жақсы судья болсын. Про Мейрама Мырзахметовича можно сказать много замечательных, прекрасных, добрых слов. Но можно также сказать про него, что это человек-легенда, это целая эпоха. Мейрам Мырзахметович – ум, честь, совесть нашей судебной системы. Проработав практически 40 лет судьей, а это очень сложная, как в моральном, так и в психологическом плане, деятельность, казалось бы, человеку следовало бы отдыхать, тем более находясь на заслуженном отдыхе, почетной отставке. Однако это не про Мейрама Мырзахметовича, который наравне с действующими судьями продолжает каждый день приходить на работу, принимать самое активное, максимальное участие в общественной жизни нашего суда. Хочу пожелать еще долгих, плодотворных лет деятельности, жизни, крепкого здоровья нашему замечательному коллеге. Я полагаю, что Мейрам Мырзахметович является одним из тех людей, судей, которые стояли у истоков создания и развития судебной системы независимого Казахстана. От всей души поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам, самое главное, крепкого здоровья, благополучия во всех ваших начинаниях, всех благ вам и вашей семье. Мейрама Мырзахметовича я знаю с 1999 года. Познакомились мы, когда он работал в Акмольском областном суде. Я работал в районе. С 2003 года мы работали до 2010 года в одной судебной коллегии по уголовным делам. Вместе выезжали, рассматривали уголовные дела по особо тяжким преступлениям с выездным заседанием. Пусть эти годы его общественной жизни продолжаются. Крепкого ему здоровья, успехов в его начинаниях. Сегодня мы можем гордиться тем, что месяцы и годы кропотливой работы не пропали даром. Наш музей – это не просто архив, а систематизированная в хронологическом порядке историческая эпопея судов области. Экспонаты музея рассказывают о людях, которые работали в судах и все свои силы и знания отдали утверждению законности и справедливости. Бұл мұражай кейіпкеріміз үшін өте қымбат, себебі мұндағы әр жәдігерді, қажетті құнды ақпараттарды ол өзі жинақтаған. Музей толығымен облыстық соттың өткені мен бүгінінен сыр шертеді. Мына музей, мына жақ бөлігі, облысымыздың майдангер судьяларының тарихын зерттеп, соңғы 11 жылда жинадым. Өмірбаян күллі деректерді жинап, кітапта жаздым. Мынау мұражайды ешкімге бірден естіткен жоқ. Әр фотографиясында сөткізіп алам, сосын аурамалар қоямын, өмірбаяндарын жазамын. Әрқайсысы туралы егжей-тегжейлі статьялар бар. Алланы майдангерлер туралы айтып тұрмын. Арнайы кітап шығардым. Мейрам Мырзахметович с 2010 года находится на заслуженном отдыхе. Единственный судья в отставке, который на общественных началах более 12 лет продолжает работу по сохранению истории развития судов области. Благодаря его труду открыт музей в Акмольском областном суде со времен Беев и по настоящее время. Открыт зал боевой славы, боевой и трудовой славы судебной системы. Издана книга судей «Защитники Отечества» о судьях-фронтовиках Акмольской области. Мейрам Мырзахметович отличается скромностью, человеческими качествами и заслуживает искреннего уважения и особого почета. Желаю Мейраму Мырзахметовичу крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии на долгие года.
Мейрам Мырзахметұлы үйде аяулы жар, ардақты әке, 3 бірдей қызғалдақты өсіріп, құтты орындарына қондырған. Ал бір кездегі арманы журналистикадан бас тартып, сот саласына келгеніне еш өкінбейтінін айтады. Бұл қызметке келдім деп өкінген жоқпын. Осы уақытқа дейін өкінетін ештеңем жоқ. Тек қана кегеде сол 53 жылдың ішінде 37 жылы тек қана судьялық мен. Бірен-саран істердің арасында ғана қателескен жоқпын, бірақ қабылдаған шешімдерім, үкімдерім дұрыс болса да, кейде ойлаймын, іс бойынша осы істі дұрыс қарамадым ба деп. Осы жылдар арасында бағындырған белес көп ақ, табысты жұмыс үшін бірқатар мемлекеттік наградаға да ие болған. 2001 жылы Қазақстан Республикасының 10 жылдығына орай Қазақстан Республикасы президентінің алғыс хатымен, 2005 жылы Қазақстан Конституциясына 10 жыл медалімен, 2007 жылы 3 би құрметті төс белгісімен марапатталған. Бұл біз айтқан жетістіктің бір парасы ғана. Ардагер судья 70-тің 5-іне келсе де, ел үшін әлі де қызмет етуге қауқары бар. Қашанда саптан көрінуге дайын екенін айтады. Сот саласының сардарына бізде ізгі тілек арнап тарқастық.